Сәлеметсіздер ме? 8-ші сынып оқушылары, бүгін біз алгебра пәнінен С деңгейінің есебі теңсіздіктер тақырыбында шығаратын боламыз. Теңсіздіктерді графикалық жолмен шешу тақырыбы. Бірінші есеп 18-де 8-ші есеп. Y-тен x квадрат қосылған px қосылған q функциясы -3 және 4 аралығында тек қана теріс мәндерді қабылдайтын болғанда P және Q коэффициенттері неге тең болады дейді. Біз алдыңғы 90-да өткен тақырыбымызды есімізге түсіреміз. Бізде мына жақта тұрған P коэффициенті неге тең және Q коэффициенті неге тең. P коэффициенті бұл дегеніміз бізде жаңағы формула бойынша B, мынау бізде B-ға тең, мынау бізде C-ға тең, яғни мынау бос мүше, мынау X-тің алдындағы коэффициент. Бұл жақта біз Виет теоремасы есімізге түседі. Яғни осындай квадраттық теңдеуді түбірлерін тапқаннан кейін ол екі түбірдің қосындысы ортасында тұрған P коэффициентінің теріс мәніне тең, ал осы екі түбірлердің көбейтіндісі бос мүше, яғни С коэффициентіне таңбасы өзгермегенге тең. Бізде бұл жақта x-іміз -3-тен үлкен, бірақ 4-тен кіші болу керек. Сонда бізде бірінші түбіріміз -3-ке тең, екінші түбіріміз 4-ке тең. Енді осы сандарды пайдаланып, оны неге қоямыз? Оны жаңағы осы Виет теоремасына қоямыз. Сонда -3 пен 4-тің қосындысы бізде 1-ге тең. Ол жаңағы формулаға барған кезде -1 болып барады. Ал екеуінің көбейтіндісі бізде -12-ге тең. Жаңағы функцияға барған кезде ол таңбасын өзгертпейді. Яғни бізде осы функциямыздың жаңағы несі түрі осы түрге келеді. X квадрат азайтылған x азайтылған 12 кіші 0-ден деп тұр. Яғни 0-ден кіші мәндерге тең болу керек. Сонда бізде x квадрат азайтылған x -12 кіші 0-ден. Сонда бізде P коэффициентіміз -1-ге тең, Q коэффициентіміз -12-ге тең. Енді үшінші есепті қарастырамыз. Үшінші есепте Y-тен -3x квадрат қосылған px қосылған q. Бұл жақта қайтадан x-іміз -шексіздіктен -3-ке дейін осы сан аралығы кіреді, және 4-тен плюс шексіздікке дейін тек қана 10 емес мәндерді қабылдайды дейді. Қайтадан, яғни 0-ден кіші болып тұр. Енді осы есебімді көрсетейін. Сонда Y-тен -3x квадрат қосылған px қосылған q, бір түбірім -3-ке тең, екінші түбірім 4-ке тең. Енді қайтадан Виет теоремасына қоямыз. Екі теңдеудің түбірлерінің қосындысы P коэффициентіне теріс таңбасына тең, көбейтіндісі екеуінің жаңағы Q коэффициентіне тең. Ал мынақта P коэффициентіміз деп тұрғанымыз мынау тұрған P-ның A коэффициентіне бөліндісі. Немесе былай жазатын болсақ, x1 мен x2-ның қосындысы -b бөлінген A-ға тең. x1 мен x2-ның көбейтіндісі c бөлінген A-ға тең. Бұл есімізге тағы түсіріп жүрейін. A, B, C деген қайдан шықты? AX квадрат қосылған BX қосылған C тең 0-ге. Яғни A дегеніміз X квадраттың алдында тұрған коэффициент, B дегеніміз X-тің алдында тұрған коэффициент, C дегеніміз бос мүше. Енді осы сандарды орындарына қоямыз. -3 пен -4-тің қосындысы бізде +1-ге тең, бірақ та мына жақта бізде коэффициентіміз A коэффициентіміз -3, мынау минус пен мынау минус жойып кетеді. Сонда P коэффициентіміз бізде 3-ге тең болады. Көбейтіндісі бізде 12-ге тең. Мынау -3 пен -12 көбейтіліп, Q коэффициентіміз бізде 36-ға тең болады. Сонда функциямызды жазатын болсақ, -3x квадрат қосылған 3x қосылған 36 кіші немесе тең 0-ге деген жауабымыз шығады. Келесі 18-де 9-шы есеп. Осы f от x-тен 0,5 x квадрат минус 2,5 функциясының f от x функциясы 2-ден үлкен болғандағы графигін тұрғызып, осы f от x-тен 2-ден үлкен болғандағы мәндерін табу керек. Мен бұл жақта ең бірінші графикті тұрғыздым, яғни x-ке мәндер бердім. 0, 1, -1, 2, -2, 3 және -3 деген мәндерді бердім. Сосын графикті тұрғыздым. График менде осы парабола түрінде болды. Және де 2-ден үлкен мәндер, менде мұны f от x, яғни 2-ден үлкен деді, яғни міне 2 бізде, мынау бізде
көрінбей тұр. Мынау бізде 1, мынау бізде 2 y-тің мәндері бойынша. X-тің мәндері 1, 2, 3, 4, минус 1, минус 2, минус 3. Яғни f от x-іміз 2-ден үлкен мәндер, яғни ол y-тің үлкен мәндері. Ол бізде қай нүктеде тоқтап қалады десе, онда минус шексіздіктен минус 3-ке дейін, тік жақша 3-тен плюс шексіздікке дейін мәндерді. Келесі, үшінші есебін f от x-тен минус 2 минус 4x квадрат, қайтан f от x-іміз 2-ден үлкен болу керек. Бұны біз уже басқа тәсілмен шығардым. Мен минус 2 минус 4x квадрат үлкен немесе тең 2-ден, осыдан 2 теңдеудің мына жағына шығады. Минус 4x квадрат үлкен немесе тең 0-ден, яғни 2 мен 2 қысқарып 0 болып кетеді. Минус 4 теңдіктің мына жағына шыққан кезде, яғни x-тің таңбасы мынау үлкен немесе тең таңбасы кері бағытқа бұрылып, сонда x-іміз 0-ден үлкен мәндерді қабылдайды. Енді біз функциямыздың графигін тұрғызатын болсақ, функция бізде осы түрге келеді, яғни x-ім 0 болған кезде y-ім 2 болады. X-ім 1 болған кезде y-ім минус 2 болады. X минус 1 болғанда минус 2, 1 болғанда минус 2. Яғни 2-ден үлкен мәндерді жаз деген кезде бізде 2-ден үлкен мәндері біз бұл жақта параболаның жаңағы мәні болып тұрған жоқ. Яғни бізде жауабы болмайды. Жауабын былай жазамыз, жауабы жоқ деп. 18-де 12-ші есеп. Минус 3x квадрат қосылған 6x минус 8 және x квадрат минус 4x қосылған p функцияларының тек қана бір нүктеде қиылысатындай етіп, мына p мәнін табыңдар дейді. Ол кезде біз не істейміз? Осы екі функциямызды бір-біріне теңестіреміз, яғни қиылысатын болса, функцияларымызды бір-біріне теңестіреміз. Теңестіріп алғаннан кейін барлық жаңағы сол жағында, оң жағында тұрған мүшелерді біз теңдеудің сол жағына ауыстырамыз. Сонда минус 3x квадрат қосылған 6x минус 8, x квадрат бізде теріс таңбамен минус x квадрат болады, минус 4x плюс 4x болады, p минус p болып теңдіктің мына жағына өтеді, тең болады 0-ге. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Минус 3x квадрат пен минус x квадратты біріктіреміз. Минус 4x квадрат болады. 6x-қа 4x-ті қосамыз, 10x болады. Минус 8, минус p-ны осылай қалдырамыз. Енді дискриминант арқылы шығарып аламыз. Дискриминант сонда бізде b квадрат минус 4ac болған формуласы бойынша. Сонда 10-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілген минус 4 көбейтілген минус 8 минус b. Яғни бұл бізде c коэффициенті болып тұр. Сонда 100 қосылған 16, мынау екеу плюс болады. Минус 8 минус p, сонда минус 28 минус 16 p болады. Енді жаңағы бір нүктеде қиылысатын болса, бізді бұл жаңағы осы шыққан мәнімізді 0-ге теңестіреміз. 0-ге теңестірген кезде минус 16p тең болады 28-ге. Сонда p-ның мәні минус 4-тен 7-ге тең болады. Келесі c деңгейінің соңғы есебі. Келесі c деңгейінің соңғы есебі 18-де 13. Бізде доп жоғары лақтырады. Осындай заңдылыққа бағынып, минус 6t квадрат қосылған 24-ті. Осы заңдылыққа бағынғаннан кейін біз доптың ең жоғарғы нүктесін табуымыз керек. Яғни бізде доп мына жақта доп лақтырылатын болса, ол осындай траекториямен ұшады. Яғни ол парабола тәрізді болады. Доп ұшқан кезде өздеріңіз қарап көрсеңіздер болады. Және де ең жоғарғы нүктесі ол міне мынау нүкте болады, Сонда біз қарап тұрсақ, алдыңғы өткен тақырыптарымызды есімізге түсіретін болсақ, бізде бұл қандай нүкте болады? Мына парабола басталған нүктесі, яғни координата, парабола координаталардың төбесі нүктесі болады. Яғни ол бізде x0 және y0 нүктесі. Яғни осы x0 және y0 нүктесін біз анықтап алуымыз керек. Ең алдымен біз x0 нүктесін анықтаймыз. Мына жаққа мән бермеңіздер. x0 нүктесін анықтаймыз. x0 нүктесі бізде минус b бөлінген 2a формуласымен анықталатын еді. Бұл жақта минус b дегеніміз бізде бұл 24, яғни минус 24 бөлінген 2 көбейтілген минус 6. 2-ні минус 6-ға көбейтсек 12. 24 бөлінген 12 ол 2-ге минустары қысқарып кетеді. Енді y0 нүктесін анықтаймыз, себебі бізге биіктікті табу керек. Биіктік бізде бұл жақта y болады. X бізде уақыт болады.
Енді жаңағы осы теңдеудегі функциядағы тының орнына 2-ні қоямыз. Сонда -6 көбейтілген 2-нің квадраты қосылған 24 көбейтілген 2. -6 көбейтілген 4 қосылған 48. 48-ден 24-ті азайтсақ 24. Яғни ең жоғарғы биіктік бізде 24 метр болады. Ал оқушылар, бүгін осымен квадраттық теңсіздік тақырыбына барлық есептерді шығарып болдық. Келесі сабақта сіздерде келесі сабақтың есептері шығатын болады. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, мені қолдап қойыңыздар. Рахмет.